Саламатсыздар ма балалар? Менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақ қазақ тілі 4-ші сынып 16-шы сабақ. Көркем мінез дегеніміз не? Мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймыз. Мәтіндерге ат қою ерекшеліктерін үйренеміз. 5. Өлеңдерді оқы. Өлеңдердің аты дұрыс қойылған ба? Ойыңды дәлелде. Ұмытшақ па әлде еріншек пе? Атасының шалғысын қайрасады, әжесіне құлынын байласады, бөлесінің алмасын теріседі, нағашының арбасын майласады. Кішіпейіл бала, үйдегі қоқыс шелегі, төгілмей 3 күн тұр күтіп, ұмытып ұмсын келеді, ертең деп күнде сырғытып. Балалар, мына екі өлеңде тақырыбы дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Екі өлеңнің тақырыбы бір-бірімен ауысып тұр. Бірінші өлеңнің тақырыбы кішіпейіл бала болса, екінші өлеңнің тақырыбы ұмытшақ па әлде еріншек пе деген болу керек. Яғни бірінші өлеңде атасының шалғысын қайрап береді бала. Әжесіне құлынын байласып көмектесе, бөлесіне алма терісіп, нағашысының арбасын майласады. Олай болса, бұл кішіпейіл бала деген өлең. Кішіпейіл бала атауына сәйкес келетін өлеңді жадқа жазыңдар. 6-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Яғни мәтінге оның тақырыбы мен ондағы негізгі ойды қысқаша атау. Мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Мәтіндегі автордың айтқысы келген басты пікірі деген сөйлемдер. Яғни бұған керекті сөздер тақырып, негізгі ой және ат қою. Олай болса, бірінші сөйлемге мәтінге ат қою, оның тақырыбы мен ондағы негізгі ойды қысқаша атау. Ал екінші сөйлемде тақырып, мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Үшінші сөйлемде мәтіндегі негізгі ой автордың айтқысы келген басты пікірі деп келеді. 7-ші жаттығу. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Рақат апай, менің желінбей қалған әркім көшеге тастаған нандарды жинап фермаға апаратынды да біледі екен. Атайға соны айтып еді. Ол кісі, нан қадірін білген адам ғана нағыз адам. Жаның жомарт, алақаның ашық, пейілің кең болсын, тілеген тілегіңе жет балам деп, сол арада екі алақанын жайып бетін сипады. Ой құлыным, мұнан артық не керек бізге? Ақ көңіл адал жүрегімен батасын берген екен ғой, деп ажар жүрегі жарыла қуанып, немересін аймалап сүйе бастады. Шәйімкүл-ай, шәйімкүл, мұнда кел, қуан, той жаса, құлынымыз мақтау қағазымен қоса, дәрмен атасынан бата алып келіпті, ермек аң-таң. Әже, бата деген не? Деді қысыла күмілжи сұрап. Ой жаным, ол атаңның ақ тілегі емес пе? Ол үлкен алғыс емес пе, құлыным-ау? Мәтін не туралы? Нан туралы, бата туралы. Яғни мәтін бұнда бата туралы. Мәтінге ат таңда. Бата, ермек, өнегелі бала. Мәтінге ат, өнегелі бала. Мерей, сен қай атауды таңдадың? Неліктен? Менің таңдауым бата. Әңгіме бата туралы болғандықтан, оған тақырыптың қысқаша атауы қойылады. Яғни Мерейде бата тақырыбын таңдап деген. 8-ші сыныптың қабырға газетіне берілген мақалалардың атауын оқы. 1-ші жазғы демалыс, таңғажайып саяхат, балық аулағанда, еңбегіне қарай, сараң, бозторғай. Бұнда қабырға газетіне берілген мақаланың атауы жазғы демалыс. Алдымен мәтіндегі оқиғалар туралы айтылатын атауды, тақырыптың қысқаша атауын, содан кейін автордың сол немесе басқа оқиғаға білдірген ойы айтылатын атауды, негізгі ойдың қысқаша атауын ата. Яғни бұнда негізгі тақырып жазғы демалыс, ондағы қосымша автордың оқиғаға білдірген айтылатын атауы, ойы, ол таңғажайып саяхат, балық аулағанда. 9-ші мәтінді оқы. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықта. Қожанасыр досының үйіне келсе, ол үйін тазалап жатыр екен. Қожанасыр одан, достым, не істеп жатырсың? Деп сұрайды. Қожа,
Мынау ескірген киім, қағаз, кітап бәрін өртейін деп жатыр едім, дейді досы. Қой достым, киім ескіргенімен кітап ескірмейді, кітаптың сырты ескіргенімен ішіндегі ақыл сөзі ескірмейді, депті сонда Қожанасыр. Мәтінге екі ат қой, бірі тақырыптың қысқаша атауы, екіншісі негізгі ойдың қысқаша атауы болсын. Негізгі ой берілген бөлікті тауып жазыңдар. Тақырыптың аты ол кітап ескірмейді, ал негізгі ой бұндағы кітаптың сырты ескіргенімен ішіндегі ақыл сөзі ескірмейді. Негізгі ой берілген бөлікті тауып жазатын болсақ, ол қой достым, киім ескіргенімен кітап ескірмейді, кітаптың сырты ескіргенімен ішіндегі ақыл сөзі ескірмейді, депті сонда Қожанасыр. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше лайк, комментарий ұмытпаңыздар.